Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Мен қазір олардың бәріне кек қайтарамын. Шаң басқан жол. 1996 жылдың күзі. 90-шы жылдардың ызғары бүкіл елді шарпып, халықнан табудың қамымен тентіреп кеткен шақ еді. Ескі, тот басқан паз автобусы шұңқыр-шұңқыр жолмен секіре түсіп Қаратас ауылының шетіне келіп тоқтады. Есігі сықырлап ашылғанда ішінен үстіне күн қаққан, өңі кеткен әскери афганка күрткесін киген, иығына кенеп қапшығын асқан ер адам түсті. Бұл Ерлан еді. Жергілікті халық оны баяғыда өлген деп ойлайтын. 8 жыл бұрын ол Ауғанстанның Қандағар аймағына, нағыз от пен оқтың ортасына мерзімді қызметке кеткен. Содан бері хабар ошарсыз кеткен. Бірақ ол тірі еді. Оның денесі тыртыққа толы болғанымен нағыз қаруы оның көздері еді. Ол көздерде ешқандай қорқыныш, ешқандай үрей жоқ. Тек қорғасын құйғандай ауыр сабырлық пен өлімнің суық лебі бар. Ерлан автобус шаңының сейілгенін күтіп ауылына көз тастады. Қаратас өзгеріпті. Бірақ жақсы жаққа емес. Баяғы қайнап жататын берекелі ауылдың орнында сұрқай, жұпыны, қабырғалары қисайған үйлер мен көшедегі батпақ қана қалған. Ауада кедейлік пен үрейдің иісі қолқаны қабат. Жылаған базар. Ерлан үйіне барар жолда ауылдың орталық базары арқылы өтті. Бұл базар емес, халықтың үйдегі соңғы затын, ескі самаурын, тоғылған шұлық, бір шелек картоптарын әкеліп, нанға айырбастайтын мүшкіл жеріне айналыпты. Адамдардың жүздерінде күлкі жоқ, бәрі жерге қарап, үреймен сөйлеседі. Кенет базардың шетінен дөрекі дауыстар мен әйел адамның жылаған үні естілді. Ерлан қадамын баяулатып тобырдың арасынан сығалады. Үстілеріне былғары күртке, кажанка және әдайда спорттық шалбарын киген, шаштары тақырлап алынған 4 жігіт базар ішінде тайраңдап жүр екен. Олардың қолдарында темір арматура мен бейсбол таяқшалары. Бұл Қаратасты қан қақсатып отырған жергілікті авторитет жақаудың адамдары болатын. Апа, мен саған кеш айттым ғой. Орныңның ақшасы қайда? Деді алдыңғы шепте тұрған, алтын тісі жарқыраған жігіт. Ол ет сатып тұрған егде жастағы әйелдің үстелін теуіп жіберді. Еттер шаңға аунап түсті. Айналайын, тиіспеші. Зейнетақыны жарты жылдан бері бермеді. Осы етті сатсам, кешке немерелеріме нан апарамын деп кемпір жылап, шаңдағы етті жинай бастады. Маған сенің немерең қызық емес. Жақаудың салығын төлемесең, бұл жерде тұрмайсың. Алтын тісті жігіт кемпірдің қолын бәтеңкесімен басып қалды. Айналадағы еркектер басын төмен салып үнсіз тұрды. Олардың көбі бұл қарақшылардан таяқ жеген, біреуінің үйі өртенген, біреуінің малын тартып алған. Ешкімнің қарсы шығуға батылы бармады. 90 жылдардың жазылмаған заңы, күштінің құйрығы диірмен тартады. Ерлан жұдырығын түйді. Ауғанның тауларында ол мұндай әділетсіздікпен күнде бетпе-бет келетін. Бірақ өз ауылында, өз қазағының анасын осылай қорлауы, оның ішіндегі ұйықтап жатқан аждаханы оятты. Бірақ Ерлан асықпады. Кәсіби барлаушы ретінде ол алдымен жағдайды бағамдады. Төртеуі қарулары суық қару. Физикалық дайындықтары шамалы, тек қорқытумен ғана жүрген көше бұзақылары. Ерлан араласпай үйіне қарай жүре берді. Ол алдымен анасын көруі керек еді. Қара шаңырақтағы қасірет. Ерланның үйі ауылдың шетінде орналасқан. Баяғыда әкесі салған биік ағаш қақпа қисайып, бояуы сыпырылып түсіпті. Ауланың іші жұпыны. Ол есікті ақырына ашып ішке кірді. Пештің жанында шайнек қайнатып жатқан ақ жаулықты анасы Зейнеп апайды көргенде Ерланның тастай жүрегі жібіп тамағына өксік тығылды. Апа, деді ол бәсең дауыспен. Зейнеп апай кілт бұрылды. Оның қолындағы кесесі жерге түсіп шырпыр болып сынды. Ол көздеріне сене алмай қабырғаны сүйеніп тұрып қалды. Ерланым, құлыным менің, тірі ме едің? Анасы еңіреп жылап, ұлының мойнына асылды. Ерлан анасының жұқарып кеткен иығынан құшақтап ұзақ тұрды. Ол Ауғанстандағы ең қиын шайқастарда да жыламаған еді, бірақ анасының көз жасы оның жүрегін тіліп түсті. Сәлден соң үйге Ерланның інісі Марат кірді. Ол Ерлан кеткенде небәрі 10 жастағы бала еді, қазір 18-ге толған бозбала.
Бірақ Мараттың бет аузы көгерген, ерні жарылған еді. Ол ағасын көргенде орнында қатып қалды. Аға! Мараттың даусы дірілдеп кетті. Ерлан інісін құшақтады да, бірден оның бетіндегі көгерген іздерге назар аударды. Марат, бұл кімнің ісі? Ерланның даусында бұйрық реңкі бар еді. Марат басын төмен салды. Аға, олар бәрімізді қинап бітті. Жақаудың жігіттері. Менің ескі көлігім бар еді, сонымен көрші ауылға адам тасып, тиын тебен табатымын. Кеше жолымды кес-кестеп трассаның ақшасын сұрады. Менде ақша жоқ еді. Содан көлігімді тартып алып, өзімді осылай сабап тастады. Ертең үйге келіп, айыппұл ретінде үйдегі соңғы сиырды алып кетеміз деді. Оларға полицияда, әкім де қарсы шыға алмайды. Бәрі солардың аузына қарайды. Зейнеп апай дастархан басында отырып жылады. Құлыным, тыныш отыршы. Олар адам өлтіруден тайынбайтын қанпезерлер. Сені енді тапқанда қайтадан айырылып қалғым келмейді. Біз сиырды береміз, тек аман болайықшы. Ерлан шайдан бір ұрттады. Оның көзіндегі суықтық бұрынғыдан да күшейе түсті. Ол Ауғанстанда достарының қанын кешкенде, еліме оралсам бейбітшілік көремін деп армандаған. Бірақ ол бір соғыстан екінші соғысқа оралғанын түсінді. Апа, уайымдама. Сиыр үйде қалады, деді Ерлан сабырмен. Сосын қапшығынан ескі әскери бәтеңкесін шығарып аяғына кие бастады. Ал мына қонақтармен өзім сөйлесемін. Бетпе-бет, ауғандықпен басбұзарлар. Келесі күні түске таман Ерланның ауласының алдына қара түсті ВАЗ 2109 көлігі шаңдатып келіп тоқтады. Ішінен кешегі базарда көрген 4 жігіт түсті. Олардың бастығы әлгі алтын тісті қарақшы шарбақты теуіп ашып аулаға кірді. Марат, шық бері, сорлы. Сиырды шығар. Немесе үйіңді өртеп кетеміз, деп айғайлады ол. Есік баяу ашылды. Бірақ Марат емес, үстіне қарапайым жейде киген, қолдарын қалтасына салған Ерлан шықты. Ол ағаш баспалдақпен баяу түсіп төртеуінің алдына келіп тоқтады. Бұл үйде сиыр сатылмайды, салық та төленбейді. Қақпаны жабыңдар да, келген іздермен жоғалыңдар, деді Ерлан. Оның даусы қатты шықпаса да, ішінде қорғасындай салмақ бар еді. Алтын тісті жігіт достарына қарап қарқылдап күліп жіберді. Естідіңдер ме? Мынау қайдан шыққан батыр? Әй, мүсәпір. Сен кіммен сөйлесіп тұрғаныңды білесің бе? Біз Жақаудың жігіттеріміз. Аузыңды жапта, ініңді шақыр. Әйтпесе, сенің басыңды жарып, анаңның көзінше итке тастаймыз. Осы сөздер Ерлан үшін соңғы шек болды. Ол үшін анасына тіл тигізу өлім үкімімен тең еді. Есептесудің басталуы fight scene. Ерлан орнынан 1 миллиметрде қозғалған жоқ, бірақ оның бүкіл денесі шабуылға дайын серіппедей ширықты. Ананы кім дедің? Ерлан басын сәл қисайтып алтын тістіге тіке қарады. Алтын тісті жақындап келіп қолындағы бейсбол таяғын сермеп қалды. Ол Ерланның басын дәлдеген. Бірақ таяқ Ерланға жетпеді. Ерлан қас қағым сәтте таяқ ұстаған қолды білегінен шап беріп ұстап, оны өз осымен бұрап жіберді. Сүйектің сырт етіп сынған даусы ауланы жаңғыртты. Алтын тісті жігіт жанұшыра айғайлап жерге тізе бүккенде, Ерлан оның бетіне тізесімен жойқын соққы берді. Алтын тістері шаңға шашылып, ол ес-түссіз құлады. Қалған үшеуі не болғанын түсінбей аңтарылып қалды. Бұл көше төбелес емес, бұл арнайы жасақтың спецназ, жауды көз ілеспес жылдамдықпен жою тактикасы еді. Ұрыңдар оны, деп қалған үшеуі жан-жақтан лап қойды. Ерлан бір қадам артқа шегініп, сол жақтан арматурамен ұмтылған жігіттің соққысынан жалтарды да, оның тамағының астына саусақтарымен нүктелі соққы берді. Жігіт демі тарылып, көздері шарасынан шыға жаздап күрсетіп құлады. Үшінші жігіт қалтасынан бабочка пышағын суырып алды. Мен сені бауыздаймын, ит. Ол пышақты алға сермеді. Ерлан Ауғанстанда талай моджахеттің қанжарымен бетпе-бет келген. Бұл жігіттің қимылы оған жай ғана баяу кадр сияқты көрінді. Ол пышақ ұстаған қолды итеріп жіберіп, жігіттің шынтағын сындыра кері қайырды. Сосын оны жағасынан ұстап, қақпаның ағаш бағанасына басымен алып ұрды. Төртіншісі, ең жасы, бұл сұмдықты көріп, қолындағы таяғын тастай салып, көлікке қарай қаша жөнелді.
Бірақ ол көліктің тұтқасына жете бергенде ерлан оның ту сыртынан келіп шашынан жұлып алды да көліктің капотына бетімен басты. «Тыңда, бала», деп сыбырлады ерлан оның құлағына. Оның даусында ыза емес, тек мұздай суықтық бар еді. «Бастығына бар. Жақауға айт. Қаратаста енді салық жоқ. Егер тағы бір рет осы көшеден көрінсеңдер, сендерді жергілікті зиратқа да көмбеймін. Иттерге тастаймын. Түсіндің бе?» «Түсіндім. Жіберші, аға», жігіт қорқыныштан шалбарын былғап қойған еді. Ерлан оны итеріп жіберді. Қалған үшеуі жерде ыңырсып жатыр. Қашқан жігіт достарын сүйреп көлікке салды да артқа қарамай шаңдатып қаша жөнелді. Соғыс жариялау. Аула іші тып-тыныш болды. Терезеден қарап тұрған Зейнеп апай мен Марат болған оқиғаға сене алар емес. Марат жүгіріп шығып: «Аға, сен оларды талқандадың. Бірақ енді Жақау бұлай қалдырмайды. Оның адамдары өте көп. Оларда атыс қаруы бар. Олар бізді өлтіруге келеді». Ерлан жердегі алтын тістің түсіп қалған темір таяғын қолына алды. Ол алысқа, Қаратастың орталығына көз тікті. «Мен олардың келуін күтпеймін, Марат», деді Ерлан сабырмен. «Мен оларға өзім барамын. Ауғанда бізді бір нәрсеге үйреткен, егер жаудың санын азайтқың келсе, оның басын кес. Жақау бүгін тыныш ұйықтамайды». 90-шы жылдардың қарақшылары бұл ауылдағы халықты қой сияқты үркітіп үйренген еді. Бірақ олар бұл қойлардың арасына нағыз қасқырдың, ауғанның қанымен суарылған көкжалдың оралғанын әлі түсінбеген болатын. Нағыз соғыс енді ғана басталды. Түтін басқан мейрамхана. Қаратас ауылының орталығындағы жұлдыз мейрамханасы 90 жылдардың қараңғылық пен қылмысқа толы нағыз символы еді. Күндіз қарапайым асхана болғанымен түн бата ол жергілікті мафияның ордасына айналатын. Терезелері қалың қара перделермен жабылған іште орыстың шансон музыкасы ойнап, ауада темекі түтіні мен арзан коньяктың иісі қалықтап тұр. Төрдегі ең үлкен үстелде Қаратастың бейресми қожайыны Жақау отыр. Үстінде сол заманның сәні болған қып-қызыл пиджак, мойнында еліктің асығындай жуан алтын алқа. Ол дастархан үстінде шашылып жатқан ақшаны санап, қасындағы қос күзетшісіне бұйрық беріп отырды. Жақау өзін бұл ауылдың құдайындай сезінетін. Оған совхоз директоры да, ауылдық милицияда бас иетін. «Бүгін базардан түскен налог аз ғой», деді Жақау қабағын түйіп. Оның бетіндегі терең тыртық оны одан сайын қатыгез етіп көрсететін. «Мына халық тым еркінсіп кеткен бе? Ертеңнен бастап ставканы көтеріңдер. Масқара болған жендеттер». Дәл осы сәтте мейрамхананың есігі күрс етіп ашылды. Есіктен кешегі Ерланнан таяқ жеген үшеу кіріп келді. Олардың түрі адам шошырлық еді. Алтын тісті жігіттің қолы сынып, орамалмен асып қойған. Бет аузы бай болып кеткен. Екіншісі ақсаңдап, қабырғаны сүйеніп әрең келе жатыр. Жақаудың қолындағы арақ құйылған стаканы үстелге тарс етіп түсті. Музыка тоқтап, мейрамхана ішін өлі тыныштық жайлады. «Мыналарың не?» Жақау орнынан атып тұрды. «Кім сендерді бұлай итке ұқсатып сабап тастаған? Менің адамдарыма қол көтеруге кімнің батылы барды?» Алтын тісті жігіт қорқа соқтай Жақаудың алдына келді. «Жақау аға, біз Мараттың үйіне барғанбыз. Сиырды әкетейік деп». Сол кезде оның ағасы шықты. Баяғыда өлді деп жүрген Ерлан. Ол ауғаннан тірі қайтыпты. Ол жалғыз өзі бәрімізді. Ол адам емес, машина сияқты, аға. Бір адам. Жақау үстел үстіндегі күл салғышты алып, қабырғаға періп кеп жіберді. Күл салғыш быт-шыт болды. «Сендер қолында қаруы бар 4 қасқа, бір зектен таяқ жеп қашып келдіңдер ме? Мені бүкіл ауылға масқара қылдыңдар ғой». Жақау жан-жағында тұрған қарулы жігіттеріне қарады. «Жетіңдер бәрін. Сайгаларын, аңшы мылтығы, тапаншаларын алыңдар. Қазір бәріміз сол Ерланның үйіне барамыз. Оның үйін анасымен қосып өртеп жіберемін. Көкжалдың дайындығы». Бұл уақытта Ерлан өз ауласында ескі УАЗ көлігінің қозғалтқышын қарап жатқан інісі Мараттың қасына келді. Оның үстінде қарапайым қара водолазка мен ескі әскери шалбар. Қозғалыстары баяу болғанымен көздерінде аңшының сабырлылығы байқалады.
Марат, деді Ерлан құрал саймандар жатқан жәшікті ашып. Анамызды алда, көрші ауылдағы нағашылардың үйіне бар. Ертеңге дейін сол жерден шықпаңдар. Марат селк ете қалды. Аға, олар келе жатыр ма? Мен сені жалғыз тастамаймын. Мен де соғысамын. Бізде әкемнен қалған ескі мылтық бар. Ерлан інісінің иығынан қатты қысып ұстады. Бұл сенің соғысың емес, Марат, бұл менің жұмысым. Егер сен осында қалсаң, мен сені уайымдап қателік жіберемін. Ауғанда маған бір ережені үйреткен. Егер жау көп болса, олардың саған келуін күтпе, өзің бірінші бар. Мен олардың ордасына барамын. Анам саған аманат. Тездетіңдер. Марат ағасының көзіндегі бұлжытпас бұйрықты көріп, үнсіз бас изеді. Асқар анасы мен інісін көлікке отырғызып, ауылдан шығарып салды. Үйде жалғыз қалған соң, ол ескі сандықтың түбінен Ауғанстаннан алып келген десанттық пышағын, стропорез және қалың темір шынжырды алып шықты. Ол қолдарын әскери үлгіде бинтпен орап, терең тыныс алды. Өткен шақтың қанды елестері оның санасында қайта оянды. Күтпеген шабуыл. Жұлдыз мейрамханасының ауласы. Жақаудың 10 шақты адамы екі көлікке мініп, қаруларын оқтап шығуға дайындалып жатқан. Қараңғы түсіп, көшеде шамдардың әлсіз жарығы ғана жылтырайды. Кенет ауладағы екі бағананың жарығы тырс етіп сөніп қалды. Айналаны тас қараңғылық басты. Кім жарықты өшірді? Әй, барып қараңдаршы, деп айғайлады көлік жанында тұрған күзетшінің бірі. Екі жігіт трансформатор будкасына қарай аяңдады. Олар бұрыштан бұрыла бергенде, қараңғылықтан бір көлеңке атылып шықты. Ерлан бірінші жігіттің тамағынан қапсыра құшақтап демін үзіп, екіншісінің басын кірпіш қабырғаға соқты. Ешқандай айғай, ешқандай оқ атылған жоқ. Бәрі небәрі 5 секунд ішінде мүлдем дыбыссыз орындалды. Ерлан құлаған жігіттердің бірінің қолынан келте мылтықты обрез жұлып алды да мейрамхананың негізгі есігіне қарай адымдады. Тозақ мейрамхананың ішінде. Жақау іште бильярд үстелінің жанында тұрған. Неге кешікті бұлар? Деп ашуланды ол. Сол сәтте мейрамхананың ауыр емен есігі топсасынан жұлынып түсердей қатты тебіліп ашылды. Босағада Ерлан тұр. Оның бір қолында мылтық, екінші қолында болат пышақ жарқырайды. Ол жай ғана ауыл тұрғыны емес, ол соғыс құдайының өзіндей көрінді. Жақау. Ерланның дауысы ғимаратты жаңғыртып жіберді. Сен мені іздедің бе? Мен өзім келдім. Іштегі 8 қарақшы қаруларына жармасты. Бірақ Ерлан олардан бұрын қимылдады. Ол қолындағы мылтықтан төбеге қарап, 2 рет оқ атып, мейрамхананың үлкен люстрасын, шамын атып түсірді. Үлкен хрусталь шам үстел үстінде тұрғандардың басына құлап, бөлме іші жартылай қараңғыланып, айқай-шу басталды. Ерлан түтінмен шаңның арасына кіріп кетті. Ол атыс қаруын пайдаланудың орнына жақындан шайқасу, рукопашный бой тактикасын қолданды. Ол қараңғыда жаудың бірінен соң бірін сұлатып жатты. Бір жігіт оған тапанша кезенгенде, Ерлан бильярд таяғын алып, оның қолын сындыра ұрып жіберді. Тапанша еденге түсті. Екіншісіне ауыр бильярд шарын дәл маңдайынан лақтырды. Жақаудың адамдары 90 жылдардың көше төбелесіне үйренген еді, ал Ерлан оларды нағыз соғыс алаңындағыдай жатты. Оның әрбір соққысы мінсіз, әрбір қимылы өлімге бағытталған еді. 5 минуттың ішінде мейрамхана іші ыңырсыған дыбыстар мен сынған жиһаздарға толды. 8 қарулы қарақшы жер жастанды. Жақаудың тізе бүгуі. Жақау ғана аяғында тік тұрған еді. Ол қорқыныштан қалтырап, бұрышқа тығылып, қолындағы тапаншасын Ерланға бағыттады. Жақындама. Атамын. Мен сені өлтіремін, ит. Жақаудың даусы дірілдеп шықты. Ерлан мылтығын жерге тастады да, еш қорықпастан Жақауға қарай баяу қадам басты. Ат, деді Ерлан суық үнмен. Бірақ есіңде болсын, егер бірінші оқтан мені өлтіре алмасаң, мен сенің қолыңды жұлып алып, өзіңе жегіземін. Жақаудың қолы қалтырап, шүріппені баса алмады. Ол бұрын соңды мұндай психологиялық қысымды, мұндай өлімнен қорықпайтын көзқарасты көрмеген еді. Қарақшының жүйкесі сыр берді. Ол тапаншаны түсіріп алды.
Ерлан қас қағым сәтте Жақаудың жағасынан шап беріп ұстап, оны бильярд үстеліне алып ұрды. Ол болат пышағын Жақаудың тамағына тақады. Пышақтың ұшынан кішкене қан тамшылады. «Тыңда мені, егеу құйрық», деп сыбырлады Ерлан, оның тынысы Жақаудың бетіне мұздай тиді. «Бүгіннен бастап Қаратастағы сенің билігің аяқталды. Егер ертең таңертең ауылдың базарында біреуден бір тиын салық сұраған адамды көрсем, немесе менің үйімнің маңынан өтіп бара жатқан сенің иттеріңнің бірін байқасам, мен сенің мейрамханаңды сенімен бірге өртеп жіберемін. Бұл менің ауылым. Түсіндің бе?» «Түсіндім», Жақау ентігіп көзін жұмып алды. Ерлан пышағын суырып алып, Жақаудың пиджагының жағасын жыртып тастады. Содан кейін бөлмедегі ес-түссіз жатқан бандиттердің үстінен аттап өтіп, сыртқа қарай беттеді. Екінші бөлімнің соңы. Ерлан түнгі қараңғылыққа сіңіп кетті. Ал мейрамхана ішінде қан түкіріп қалған Жақау орнынан әрең көтерілді. Оның тәкаппарлығы аяққа тапталған еді. Ауыл алдындағы авторитеті бір түнде күл-талқан болды. Ол еденде жатқан телефонына еңбектеп барып, қаладағы нөмірді терді. «Алло, Самат аға, бұл Жақау ғой. Қаратастағы. Аға, бізге көмек керек. Мұнда бір ауғандық шықты. Жынды екен. Жалаң қолмен бәрімізді қырып тастады». «Иә, аға. Қаладан жігіттерді жіберіңізші. Автоматпен оны тек қорғасынмен ғана тоқтата аламыз». Ерлан ауылын құтқардым деп ойлағанымен, нағыз қанды дауыл қаладан енді ғана келе жатқан еді. Қараңғы кабинеттегі қаһар. Қаланың қақ ортасындағы қымбат казиноның үстіңгі қабаты. Қалың былғары креслода 90 жылдардағы облыстың ең қауіпті қылмыстық топ серкесі Самат отыр. Ол алдындағы шетелдік вискиден бір ұрттап, телефон тұтқасын қаттырақ қысты. Арғы жақта Жақаудың дірілдеген даусы естіліп тұрды. «Бір адам ба?» Саматтың даусы жыланның ысылындай суық шықты. «Мен саған бүтін бір ауылды сеніп тапсырдым, Жақау, ал сенің оншақты қарулы итіңді бір ғана ауғанды қаңғыбас сабап тастады ма?» «Самат аға, ол қарапайым адам емес. Ол нағыз шайтанның өзі. Қозғалысын көз іліп үлгермейді. Қаладан жігіттерді жіберіңізші», мылтықпен, автоматпен Жақау жалына сөйледі. Самат тұтқаны тарс еткізіп қоя салды да, қасында тұрған оң қолы қатыгездігімен аты шыққан Рустамға, лақап аты қасапшы, бұрылды. «Естідің бе? Қаратастағы біздің кормушкамызды біреу жаппақшы екен. Үшкөлік жігіттерді ал. Автомат, мылтық, бәрін алыңдар. Бұл ауғандыққа батыр болудың немен аяқталатынын көрсетіңдер. Ауылды қанға бөктірсеңдер де, маған оның басына келіңдер». Рустам үнсіз бас изеді. Оның көздерінде аяушылық деген ұғым жоқ еді. Ол тек бұйрықты орындаушы, адам өлтіруден ләззат алатын нағыз 90 жылдардың жендеті болатын. Үрей құшағындағы Қаратас. Таң атты. Қаратас ауылының үстінен ауыр бұлт төніп тұрғандай. Кешегі Ерланның мейрамханадағы жойқын шабуылы ауылға лезде тараған. Базар бос, адамдар үйлерінің есігін ішінен тарс жауып, терезеден үрейлене қарап отыр. Бәрі біледі, Жақау бұлай қалдырмайды, қаладан братва келеді. Жергілікті учаскелік милиционер подвалға тығылып, телефон сымын жұлып тастаған. Заң жоқ, қорғаныш жоқ. Тек Ерлан ғана бар. Ерлан таңертең ерте тұрып, Марат пен анасын түнде көрші ауылға, нағашыларының үйіне қауіпсіз жерге орналастырып келген еді. Енді оның қолы бос. Артында алаңдайтын ешкім қалмады. Ол ауылдың шетіндегі Кеңес одағы кезінен қалған ескі машина трактор станциясының қаңырап бос тұрған ангарына барды. Ерлан қаладан келетін жендеттерді ауыл ортасында, бейбіт халықтың арасында қарсы алғысы келмеді. Ол соғысты өз алаңына ауыстыруды ұйғарды. Партизанның тұзағы. Ескі ангардың іші қараңғы, тот басқан трактор бөлшектер мен бос темір бөшкелерге толы. Ауғанстанның таулы шатқалдарында Ерлан жалғыз өзі тұтас бір моджахеттер отрядын тұзаққа түсіріп, жойып жіберген барлаушы сапер болған. Бұл ангар оған сол шатқалды есіне түсірді. Ол жұмысқа кірісті. Ескі темір арқандарды тартып көзге көрінбейтін тұзақтар растяжка жасады. Төбедегі ауыр темір шынжырларды босатып, белгілі бір нүктеден тартқанда құлайтындай етіп реттеді. Жерге машина майын төгіп, сырғанақ аймақта жасады.
Ерланның қолында атыс қаруы жоқ еді, тек кеше тартып алған жалғыз келте, мылтық, обрез, екі оқ және өзінің десанттық пышағы. Бірақ оның ең басты қаруы қараңғылық пен жаудың психологиясын білуі еді. Ол ангардың ең қараңғы бұрышына барып демін ішіне тартып күтті. Күту снайпер мен барлаушының ең мықты қасиеті. Темір тұлпарлардың гүрілі. Түске таман ауылдың шаң басқан жолымен қара түсті 3 Мерседес пен Нуно көліктері қатарласа кіріп келді. Олар тікелей жұлдыз мейрамханасына тоқтады. Көліктерден қолдарына Калашников автоматтар мен помпалы мылтықтар ұстаған 12 қарулы қарақшы түсті. Оларды Рустам бастап келді. Жақау олардың алдынан жалпақтап шықты. Оның бет аузы іскен, көзі көгерген. Рустам аға, келдіңіздер ме? Ол Қаңғыбас ауылдың шетіндегі ескі тіске кетіпті. Бізді сол жақта күтіп отырған көрінеді, деді Жақау жарамсақтанып. Рустам Жақауға жиіркене қарады да, оның бетінен шап беріп ұрып жіберді. Жақау шаңға аунап түсті. Сен сияқты ездердің кесірінен біз осындай шұңқырға келіп уақыт құртып жүрміз. Жігіттер, көлікке мініңдер. Сол ескі гаражға барамыз. Тірідей әкелудің қажеті жоқ, тесік-тесігін шығарыңдар. Қарулы топ мыс ангарына қарай жол тартты. Ауыл адамдары перделердің артынан бұл сұмдықты көріп, Ерлан үшін іштей дұға оқып жатты. Олар бір адамның 12 автоматты қарақшыға қарсы тұра алатынына сенбеді. Қараңғылықтағы аңшы. Үш көлік ангардың кең қақпасының алдына келіп тоқтады. Қарақшылар көліктен түсіп, мылтықтарының бекітпесін, затвор тартып, ішке қарай ақырын кіре бастады. Ангардың іші сұмдық тыныш. Тек төбеден тамған судың тырс-тырс еткен дыбысы ғана естіледі. Әй, ауғандық! Қайда тығылдың, егеу құйрық? Шық бері! Деп айғайлады Рустамның адамдарының бірі. Ол алға қарай сенімді қадам басты. Сырт оның бәтеңкесі жерге тартылған көрінбейтін сымға тиіп кетті. Осы сәтте жоғарыдан ауыр трактор моторының бөлшегі байланған темір шынжыр гүрс етіп құлап, әлгі жігіттің дәл кеудесінен ұрды. Ол қан түкіріп бірнеше метр артқа ұшып түсті. Засада! Атыңдар! Рустам айғайлап үлгергенше ангардың ішінде нағыз хаос басталды. Қарақшылар қараңғыға қарай бей-берекет оқ жаудырды. Автоматтың дауысы құлақты тұндырды. Бірақ олар елеске оқ атып жатқан еді. Ерлан қараңғы бұрыштан үнсіз атылып шықты. Ол жарыққа шықпай, көлеңкені жамылып қимылдады. Ол ең шетте тұрған қарақшының ту сыртынан келіп, оның аузын қолмен басты да, десанттық пышағын оның бұғанасының астындағы жүйке нүктесіне сұғып алды. Өлімге әкелмейтін. Жігіт мылтығын түсіріп сұлап түсті. Ерлан жерге түскен мылтықты іліп алып, еденге төгілген машина майының үстіне бір рет оқ атты да, оған оттық лақтырды. Майлап етіп жанып, қарақшылардың арасын бөліп тастады. Оттың жарығынан сасқалақтап қалған тағы екі жігіт бір-біріне соқтығысты. Ерлан олардың ортасына секіріп түсіп, біреуінің тізесіне ауыр соққы жасады, ал екіншісін келте мылтықтың дүмімен приклад ұрып сұлатты. Ол адам емес, қараңғылықтан шыққан жыртқышқа ұқсады. Оның әрбір қимылы дәл, әрбір қадамы өлім үрейін шашатын еді. Қасапшының тізе бүгуі. 12 адамның 8-і 5 минуттың ішінде ес-түссіз жерде жатты немесе ауыр жарақат алып, қаруларын тастап қашқан еді. Ангардың ішінде тек Рустам мен оның 2 оққағары қалды. Рустамның көздері шарасынан шығып, үрейден қалтырай бастады. Ол 90 жылдарда тек қорғансыз кәсіпкерлерді қорқытып үйренген еді, ал мынау нағыз соғыс майданы болатын. Шық бері! Рустам автоматын жан-жаққа бей-берекет атып, жанын қоярға жер таппады. Оғы таусылып, автомат сырт-сырт етіп бос қалды. Сол кезде түтін мен оттың арасынан Ерлан баяу қадаммен шықты. Оның қолында ешқандай қару жоқ еді. Ол автоматын тастап, тапаншасына жармасқан Рустамның 2 оққағарына көз тастады. Оққағарлар Ерланның көзіндегі жан түршігерлік өлімді көріп, тапаншаларын жерге тастады да артқа шегінді. Олардың рухы сынған еді. Ерлан Рустамға жақындады. Рустам қалтасынан пышағын суырып, Ерланға тұра ұмтылды. Бірақ Ерлан оның қолын оңай қағып жіберіп, оның дәл ішінен жойқын соққы берді. Рустам демі бітіп, тізе бүкті.
Ерлан оның шашынан жұлып алып көзіне тақады. Бұл менің жерім деп сыбырлады Ерлан, оның даусындағы ызғар Рустамның сүйегіне дейін өтіп кетті. Саматқа бар. Оған мынаны айт, егер Қаратасқа тағы бір итін жіберетін болса, мен қалаға өзім барамын. Және мен оның казиносына есіктен емес, қабырғаны бұзып кіремін. Түсіндің бе? Рустам қан түкіріп, басын изеді. Оның қасапшы деген абыройы осы ескі ангардың шаңымен бірге тапталған еді. 3 бөлімнің соңы. Ерлан Рустамды итеріп жіберді. Ол ангардан шығып жарық күнге беттеді. Сыртта бүкіл ауыл халқы жиналып қалыпты. Олар ангардан Ерланның тірі шыққанын көріп қол шапалақтай бастады. Ер адамдар оның қасына келіп иығынан қақты. Қаратас жұрты алғаш рет қорқыныштан емес, құрмет пен үміттен көз жастарын төкті. Олардың арасында нағыз қорғаушы пайда болды. Бірақ Ерлан білетін, Самат сияқтылар бұны кешірмейді. Олар енді ауылға емес, Ерланның ең осал тұсына, оның отбасына соққы беру жолдарын іздейтіні анық еді. Нағыз қанды ойын қала мен дала арасында енді ғана қыза түсті, тыныштық алдындағы дауыл. Қаратас ауылындағы ескі ангардағы оқиғадан кейін бір күн өтті. Халықтың кеудесін басқан үрей бұлты сәл де болса сейілгендей көрінгенімен, Ерланның жүрегінде тыныштық жоқ еді. Ол ауғанның қанды шатқалдарында бір бұлжымас қағиданы жаттап өскен, жаралы аң еки соқты. Самат сияқты облысты уысында ұстап отырған мафия серкесі мұндай масқараны ешқашан кешірмейді. Ол енді ашық шайқасқа емес, ең қорқау әдіске, отбасына шабуыл жасауға көшетінін Ерлан іштей сезді. Кеш бата Ерлан үйіндегі ескі қару-жарақты, тартып алынған 2 тапанша мен пышағын майлап жолға жиналды. Ол анасы мен інісі тығылған көрші ауылға баруды ұйғарды. Ерлан балам, деді ауылдың қадірменді ақсақалы Қали ата қақпа алдында тұрып. Сен бізді бір өлімнен алып қалдың. Бірақ қалаға бару ажалдың аузына өз аяғыңмен кіру деген сөз. Олардың ақшасы көп, милициясы да солардың қолында. Біз ауыл болып жиналып сені қорғаймыз. Ерлан қарияның иығынан құшақтады. Ата, бұл соғыс. Ал соғыста қорғаныста отырғандар ерте ме, кеш пе жеңіледі. Мен олардың басшысын жұлып алмасам, Қаратастың үстіндегі бұлт ешқашан ашылмайды. Ешқайда шықпаңыздар. Бұл менің ғана соғысым. Ол ауыл шетінде қалған Рустамның қара түсті Мерседес көлігін оталдырып, тас жолға түсті. Қанды соқпақ. Ерлан көрші ауылға апаратын ескі қара жолмен келе жатты. Аспанды бұлт торлап, жаңбыр сіркірей бастаған. Түнгі сағат 11-лер шамасы. Кенет оның барлаушыға тән түйсігі іске қосылды. Айна жалтырап қарсы беттен келе жатқан 2 көліктің шамы көзге шағылысты. Бұл жай ғана жолаушылар емес еді. Көліктер жылдамдығын асырып, жолдың ортасымен жүйткіп келе жатты. Олар дәл Ерланның анасы жасырынған ауылға бет алған. Ерлан рөлді қаттырақ қысты. Саматтың жендеттері. Ол газды түбіне дейін басып қарсы келе жатқан бірінші көлікке, жапониялық джип тура ұмтылды. Жол тар, 2 жағы құрғақ арық еді. Бандиттер соқтығысудан қорқып, соңғы секундта рөлді бұрып жіберді. Джип тайғанақтап барып, жол жиегіндегі үлкен тасқа соғылып, аударылып қалды. Екінші көлік 9 модельді Жигули, кілт тоқтап, ішінен 4 қарулы қарақшы атып шықты. Олар Мерседестің ішінде кім екенін түсінген бойда автоматтан оқ жаудыра бастады. Ерлан көліктің есігін ашып, домалай жерге түсіп, дөңгелектің тасасына тығылды. Оқтар темірді тесіп, шынылар қирап жатыр. Ол терең тыныс алды. Ауғанстандағыдай тау тас емес, бірақ түнгі дала оның нағыз одақтасы. Ерлан қараңғылықты жамылып, жыраның ішімен еңбектеп, олардың ту сыртына өтті. Қарақшылар бос көлікке оқ атып, жайлап жақындап келе жатқан. Өлді ме? Деді біреуі қаруын кезеніп. Сол сәтте қараңғылықтан Ерлан атылып шықты. Ол ең шетте тұрған қарақшының автоматын қағып жіберіп, дүмімен бетіне жойқын соққы жасады. Жігіт етпетінен түсті. Екіншісі бұрылып үлгергенше Ерлан тапаншасын суырып, оның тізесіне оқ атты. Аш айғай түнгі даланы жаңғыртты. Қалған екеуі сасқалақтап бей-берекет оқ ата бастады. Бірақ Ерлан кәсіби жауынгер еді, ол жерге жата қалып, олардың аяқ жағына 2 рет дәл оқ атты. Қарақшылардың барлығы 5 минутқа жетпейтін уақыт ішінде сұлап түсті.
Аударылған джиптегілер де ес-түссіз жатты. Ерлан жаралы қарақшының бірінің жағасынан ұстап көзіне қарады. Анама бара жатыр ма едіңдер? Бұл Саматтың бұйрығы. Бізді өлтірмеші, аға, деп жыламсырады бандит. Самат қайда? Қалада. Империя казиносында. Бүгін сонда үлкен жиын өтіп жатыр. Барлық облыстың авторитеттері жиналған. Ерлан оны итеріп жіберді. Ол бандиттердің қаруларын, оқ-дәрілерін жинап алып, өзінің зақымданған көлігінің орнына олардың жигулиіне отырды да қалаға қарай бағыт Енді қорғанатын уақыт бітті. Шабуылдайтын кез келді. Қаланың жарқыраған тозағы. Түн ортасы. Қаланың орталығындағы империя казиносы 90 жылдардағы байлық пен қылмыстың нағыз эпицентрі еді. Неон шамдары жарқыраған үлкен ғимараттың алдында шетелдік қымбат көліктер самсап тұр. Есік алдында кең иықты костюм киген күзетшілер темекі тартып күліп тұрды. Олар бұл жерге ешкімнің батылы барып шабуыл жасамайтынына 100% сенімді еді. Бірақ олар ауғанның тозағынан аман қайтқан көкжалдың неге қабілетті екенін білмеді. Ерлан басты есіктен кірмеді. Ол ғимараттың артқы жағындағы қызметкерлер кіретін есікті тауып алды. Темір есіктің жанында тұрған жалғыз күзетшіні арт жағынан келіп, дыбыссыз буындырып, есінен тандырды. Оның радио байланысын жұлып алып, ғимараттың ішіне енді. Казиноның іші басқа әлем. Классикалық музыка, шылымның түтіні, рулетканың шыр айналған дыбысы және мас адамдардың күлкісі. Екінші қабаттағы веб-залда Самат өзінің әріптестерімен облысты бөліске салып тойлап жатқан болатын. Ерлан асхана арқылы өтіп электр қалқаны, щитовая орналасқан бөлме кірді. Ол негізгі кабельдерді кесіп тастады. Бір сәтте жарқыраған империя тас қараңғылыққа оранды. Хаос пен үрей. Музыка тоқтап, рулеткалар сөнді. Айналаны әйелдердің шыңғырған дауысы мен еркектердің боғауыз сөздері басты. Бірнеше секундтан кейін апатты қызыл шамдар ғана қосылып, казино үшін қорқынышты қан қызыл түске бояды. Күзет, не болып жатыр? Деген айғайлар естілді. Қызыл жарықтың астында, баспалдақтың басында бір көлеңке пайда болды. Оның бір қолында Калашников автоматы, екінші қолында пампалы мылтық. Оның үстіндегі әскери киімі қанмен шаңға малшынған. Бұл Ерлан еді. Ол төбеге қарап екі рет оқ жаудырды. Оқтың дауысы жабық ғимараттың ішінде зеңбіректей жаңғырды. Бүкіл байшыкештер, қылмыс серкелері мен олардың күзетшілері жерге жата қалды. Ешкімнің оған қарсы оқ атуға батылы бармады, өйткені Ерланның қозғалысынан кәсіби жауынгердің мысы басып тұрды. Самат қайда? Ерланның дауысы бүкіл залды дірілдетті. Егер кімде-кім қаруын көтерсе, осы жерде қалады. Маған тек Самат керек. Бірнеше күзетші тапаншаларын шығарып үлгергенше, Ерлан олардың аяқ жағына дәлдеп оқ атып, қаруларын түсіруге мәжбүр етті. Ол адам өлтіру үшін емес, әділеттілік үшін келген еді. Халықтың қанын ішкен қылмыскерлердің қорқыныштан үстел астына тығылғанын көру нағыз жаза болатын. Веб-залдағы кездесу. Ерлан баспалдақпен жоғары веб-залға көтерілді. Есікті табанымен теуіп ашқанда, іште үлкен дөңгелек үстелдің басында отырған Саматты және оның жанында тұрған екі дәу күзетшіні көрді. Саматтың жүзі қуарып кеткен, қолындағы виски төгіліп жатыр. Ол бұл адамның қаратастан тірі шығып, оның ең қорғалатын бекінісіне қалай кіріп келгеніне сене алар емес. Сен қалай? Саматтың тілі күрмелді. Бірақ Саматтың жанындағы күзетшілер қарапайым бұзақылар емес еді. Олардың біреуі бұрынғы ОМОН қызметкері, алып денелі, лақап аты Тияш, ауыр болатын. Ол қолына үлкен пышақ алып, Ерланға қарай ұмтылды. Мылтығыңды таста, ауғандық. Жекпе-жекке шық, деп ақырды Тияш. Ерлан мылтығын жерге лақтырды. Ол үшін бұл ұсыныс емес, жауды өз әдісімен талқандау мүмкіндігі еді. Тияш бар күшімен пышағын сермеді, бірақ Ерлан оның соққысынан оп-оңай сытылып шығып, алып күзетшінің тізе буынына қатты соққы жасады. Тияш тепе-теңдігін жоғалтқан сәтте, Ерлан оның мойнынан қапсыра ұстап, ауыр емен үстелге басымен алып ұрды. Алып денелі күзетші сылқ түсті. Екінші күзетші тапаншасын ала бергенде, Ерлан оның қолына үстел үстіндегі ауыр күл салғышты дәлдеп лақтырып, есінен тандырды.
Веб-залда тек Самат пен Ерлан қалды. Аждаханың тізе бүгуі. Ерлан Саматқа баяу қадаммен жақындады. 90 жылдардың қатыгез мафия серкесі, жүздеген адамның көз жасына қалған Самат қазір бұрышқа тығылған тышқандай қалтырап тұрды. Ерлан, бауырым, келсейік. Қанша ақша керек? Миллион. 2 миллион. Доллармен беремін. Тек тиіспеші. Қаратас сенікі болсын, салық жинамаймын. Самат алтын сақиналы қолдармен бетін көлегейледі. Ерлан оның жағасынан шап беріп ұстап, ауыр денесін жерден жұлып алды да қабырғаға тақады. Оның көздерінен шексіз жиіркеніш көрініп тұрды. Сендер ақшаны бәрінің шешімі деп ойлайсыңдар ғой. Ерланның даусы пышақтың жүзіндей суық. Менің аулымдағы аналар бір бөлке нан үшін жылап жүргенде, сендер мына жерде коньяк ішіп құдаймыз деп отырсыңдар. Менің ағайындарымның қаны мен көз жасы сенің доллармен өлшенбейді. Ерлан Саматтың қалтасынан тапаншасын суырып алып, оқшашарын, магазин босатты да жалғыз оқты оқпанға салды. Ол тапаншаны Саматтың маңдайына тақады. Қазір менімен бірге төменге түсесің, деді Ерлан, бүкіл қаланың авторитеттерінің, өзіңнің иттеріңнің алдында тізе бүгіп, Қаратастың, жалпы қарапайым халықтың алдында кешірім сұрайсың. Егер бір ауытқу болса, мына жалғыз оқ сенің басыңды тесіп өтеді. Самат қорқыныштан жылап жіберді. Оның бүкіл өмірінде құрған ұлылығы бір-ақ сәтте күлге айналған еді. Ерлан Саматты алдына салып, қызыл жарық жанып тұрған бірінші қабатқа алып түсті. Залдағы жүздеген қылмыскерлер мен байлар өздерінің қорқынышты серкесінің Ерланның алдында дірілдеп келе жатқанын көріп, үнсіз қалды. Бұл 90 жылдардағы басбұзарлық дәуірінің сыну нүктесі еді. Бір ғана әділетті адам бүкіл қылмыстық империяны тізе бүктірген түн, мафияның тізе бүгуі. Қызыл апаттық шамдардың әлсіз жарығымен көлеңкеге малынған империя казиносының бірінші қабаты. Жүздеген қылмыс әлемінің серкелері, байшкештер мен олардың қарулы күзетшілері демдерін ішіне тартып сілейіп тұр. Олардың көз алдында 90 жылдардағы облыстың ең қауіпті қылмыстық тобының басшысы Самат, үсті басы қанға малшынған Ерланның алдында тізе бүгіп тұрды. Ерланның қолындағы тапанша Саматтың шүйдесіне тақалып тұр. Айналадағы өлі тыныштықты тек Ерланның ауыр демі мен Саматтың қорқыныштан шыққан ыңырсыған дауысы ғана бұзды. Айт! Ерланның дауысы зәулім залдың қабырғаларында жаңғырды. Бүкіл қаланың, өзіңнің адамдарыңның алдында айт. Қаратас ауылының атын енді аузыңа аласың ба? Ол жақтағы аналар мен балалардың нанына ауыз саласың ба? Саматтың тәкаппарлығынан дым қалмаған еді. Оның образы, авторитеті тап осы сәтте мыңдаған адамның көзінше күл талқан болды. Жоқ, жоламаймын. Қаратасқа ешкім бармайды. Кешір, бауырым. Саматтың даусы дірілдеп, еденге қарап жыламсырады. Ерлан тапаншаның шүрпесін босатты да Саматтың жағасынан итеріп жіберді. Ол залда тұрған қарулы топқа бір сырды көзбен шолып өтті. Егер менің аулыма біреулеріңнің көлеңкелерің түсетін болса, мен сендердің казиноларыңды емес, үйлеріңді тауып барамын. Бұл бірінші және соңғы ескертуім. Ерлан айналаға оқ жаудырмастан тапаншаны Саматтың алдына лақтырды да шығу есігіне қарай баяу адымдап жүріп кетті. Ол есіктен шыға бергенде алыстан милиция сиреналарының дауысы естіле бастаған еді. Бірақ ауғанның тауларында аруақтай із жасырып үйренген Ерлан түнгі қаланың қараңғы көшелеріне сіңіп ғайып болды. Кабинеттегі қастық. Таң атты. Казинодағы түнгі масқарадан кейін Самат өзінің жеке кабинетінде ашудан булығып, үстел үстіндегі заттардың бәрін қиратып жатты. Оның алдында ішкі істер басқармасының полковнигі Оспанов отыр. Оспанов 90 жылдардағы сыбайлас жемқорлықтың нағыз бет-бейнесі еді. Оның жұлдызды погондары Саматтың ақшасына сатып алынған болатын. Сен маған қорғаныш беремін деп уәде еткен жоқ па едің? Самат полковникке ақырды. Оның маңдайынан тер бұршақтап тұр. Кеше бір ғана қаңғыбас бүкіл қаланың алдында мені масқара қылды. Менің жігіттерім қорқып қалды. Егер оны бүгін жоймасақ, ертең маған ешкім бағынбайды. Оспанов темекісін тұтатып сабырмен түтін үрледі. Сабыр ет, Самат, ол жай ғана қаңғыбас емес. Ол ауған ардагері. Барлаушы, ол сенің бұзақыларың сияқты көше төбелесімен өспеген.
ол адам өлтіруге кәсіби түрде дайындалған. Бірақ біз оны заңмен тұншықтырамыз. Қандай заң? Самат үстелді ұрды. Біз оған аса қауіпті қарулы лаңкес деген айдар тағамыз. Түнде казиноға шабуыл жасады, адамдарды кепілге алды деп іс қозғаймыз. Мен облыстық ОМОНды, арнайы жасақты көтеремін. Оның аулы Қаратасқа кіріп, жермен жексен етеміз. Заңды түрде. Ал сенің жігіттерің маска киіп, бізбен бірге барады. Оны тірі қалдырмаймыз. Саматтың көзінде қанды кек оты жанды. Ол ауылды тұтастай қырып салуға дайын еді. Қандағар бауырластығы. Бұл уақытта Ерлан қаланың шетіндегі ескі автобазада жүрді. Ол полицияның да, мафияның да өзіне аңшылық бастайтынын жақсы білетін. Бірақ ол жалғыз емес еді. Ерлан автобазаның ішіндегі қараңғы гаражға кірді. Онда ескі Урал мотоциклін жөндеп жатқан, бір көзінде қара таңғышы бар, шашы ағарған ересек адам отырған еді. Бұл Секен Ерланмен бірге Қандағарда бір ротада қызмет еткен, вина жарылысынан бір көзінен айырылған майдандас досы. Қазір ол облыстағы ауған соғысы ардагерлері одағының бейресми жетекшісі болатын. Ерлан. Секен орнынан тұрып, досын қатты құшақтады. Сені тірі деп естігенде сенбеп едім. Қайда жүрдің, бауыр? Ұзақ әңгіме, Секен маған сенің көмегің керек. Ерлан қысқа қайырып болған жағдайды түгел баяндап берді. Секеннің жүзі қатайып кетті. Ол 90 жылдардағы басбұзарлардың талай ардагерлерді қорлап, билікпен сыбайласып кеткеніне іштей қатты ызалы еді. Демек олар сенің аулыңа ОМОН мен мафияны біріктіріп апармақшы ғой. Секен мазут болған қолын сүртті. Біз ауғанда бірге қан төктік. Отанымыз үшін соғыстық. Ал оралғанда бізді ешкім керек қылмады. Енді келіп өз үйімізде өз аналарымызды қорламақшы ма? Секен бұрыштағы ескі дискілі телефонды қолына алды. Дайындал, Ерлан, ауғандықтар өз бауырларын ешқашан жалғыз тастамайды. Қаратасты қоршау. Түске таман Қаратас ауылының үстінен қалың шаң көтерілді. Ауылға қарай екі үлкен паз автобусы, 3 полициялық УАЗ және Саматтың қара джиптерінен құралған үлкен колонна жақындап келе жатты. Автобустардан қолдарына қалқан ұстап, дубинка мен автомат асынған ОМОН қызметкерлері төгілді. Ал олардың артында маска киген Саматтың қарақшылары жүр. Ауыл адамдары үрейленіп үйлерінен шығып, орталық алаңға жиналды. Майор Оспанов алға шығып, рупормен, дауыс зорайтқышпен айғайлады. Қаратас тұрғындары. Сендердің ауылдарыңда аса қауіпті қылмыскер қарақшы Ерлан жасырынып жүр. Оны бізге тапсырыңдар. Кімде-кім оған көмектессе, заң алдында жауап береді. Ауылды тінтуге рұқсат етіңдер. Бірақ Қаратас жұрты бұл жолы үнсіз қалмады. Кешегі Ерланның ерлігі олардың ішіндегі қорқыныштың бұғауын үзген еді. Ауыл ақсақалы Қали ата алға шығып, қолындағы таяғын жерге тарс ұрды. Бізде қылмыскер жоқ. Ерлан біздің ұлымыз. Ол бізді сендердің арқаларына тығылған мына қарақшылардан қорғап қалды. Сендер полиция емессіңдер, сендер сатылған итсіңдер. Ешкімді бермейміз. Ауылдың еркектері мен жастары қолдарына айыр, балта кетпендерін ұстап, ОМОНға қарсы тұрды. Самат джиптің ішінен Оспановқа. Не тұрсың? Талқанда мына тобырды. Үйлерін өртеңдер. Ол сонда өзі шығады, деп ақырды. Оспанов бұйрық берді. ОМОН сарбаздары қалқандарын соғып, халыққа қарай алға басты. Қан төгіс басталуға шақ қалған еді. Темір қалқан, ардагерлердің келуі. Дәл сол сәтте ауылдың екінші жағынан, қырдың үстінен моторлардың гүрілі естілді. Полицияда, ауыл халқы да кілт тоқтап, сол жаққа қарады. Төбеден ондаған ескі кеңестік көліктер, УАЗдар, Нивалар және ЗИЛ жүк көліктері төмен қарай ағылып келе жатты. Көліктерден үстілеріне ескі ауған соғысының формаларын киген, кеуделеріне орден медальдарын таққан 50-ге жуық еркек түсті. Олардың арасында ақсаңдап жүргендері де, протезбен келгендері де бар еді. Бірақ олардың қатары бұзылмас қамал сияқты берік болатын. Бұл бүкіл облыстан жиналған ауған соғысының ардагерлері еді. Олардың ортасында Секен мен Ерлан келе жатты. Ардагерлер сап түзеп ауыл тұрғындары мен ОМОНның ортасына тұрды. Олар ешқандай қару көтермеген, тек кеуделеріндегі медальдар ғана жарқырайды.
Бірақ бұл медальдар нағыз қанмен келген атақ еді. Секен алға шығып, Оспановқа тіке қарады. Ал майор, ат, өз отанын қорғап қан төккен ардагерлерді ат. Мына артыңда тұрған мафияның иттері үшін бізді қыр. ОМОН сарбаздары кідіріп қалды. Олардың көбі жас жігіттер еді, ал алдарында тұрғандар кешегі Кеңес одағының нағыз батырлары, аяқ қолдарын майданда қалдырған ағалары болатын. Бірде-бір сарбаз ардагерлерге қарсы дубинка көтеруге батылы бармады. Оспановтың жүзі қуарып кетті. Бұл заңсыз жиналыс. Тараңдар. Оның даусы дірілдеп шықты. Ерлан ардагерлердің қатарынан суырылып шығып, Самат отырған джипке қарай беттеді. Саматтың жендеттері қаруларын кезегенімен, олардың да қолдары қалтырап тұрды. Себебі олар бүкіл ауылдың және 50 ардагердің қаһарынан қорқып қалған еді. Ерлан көліктің терезесіне тақап келіп, әйнекті ұрып сындырды да Саматтың жағасынан тартып алды. Оспанов пен ОМОН үнсіз қарап тұрды, олар халық қаһарының шегіне жеткенін түсінген еді, шынның сыңғыры және түскен қалқандар. Самат мінген джиптің терезесі күл талқан болғанда, Қаратас ауылының үстіндегі уақыт тоқтап қалғандай көрінді. Ерлан Саматтың қымбат пиджагының жағасынан шап беріп, ауыр денесін сынған терезе арқылы сыртқа жұлып алды. Самат жерге күрсетіп құлап, шаңға аунады. Оның көлігіндегі қарулы оққағарлар автоматтарына жармаса бергенде, Ерланның артында тұрған 50 ауған ардагері біркелкі қимылмен қолдарындағы жасырын мылтықтары мен келте қаруларын бекітіп тартып үлгерді. Темірдің шарт-шұрт еткен суық дыбысы Саматтың жендеттерінің зәресін ұшырды. Олар қанша жерден қатыгез қарақшы болса да, нағыз соғыс көрген, өлімнен қорықпайтын майдангерлер мен атысуға жүректері дауаламады. Майор Оспанов рупормен айғайлап жатты. ОМОН, алға, бұйрықты орындаңдар. Ат мына тобырды. Бірақ алдыңғы шепте тұрған ОМОН отрядының командирі, жас капитан, қалқанын баяу төмен түсірді. Оның әкесі де кезінде ауған соғысына қатысқан еді. Ол алдында кеудесіне орден таққан, шаша ағарған, балдақпен тұрған қариялар мен кетпен ұстаған қарапайым халықты көргенде,